Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қыпшақ хандығы екінші сабақ. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: не себепті Еуразия даласы Дешті Қыпшақ деп аталды? Сабақтың мақсаты Қыпшақ хандығының даму ерекшелігін анықтау, қыпшақтардың этникалық құрамын сипаттау, көшпелілердің әскери өнердегі жетістіктерімен танысу, қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орнын анықтау. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, Қыпшақ хандығына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына қандай жағдайлар әсер етті? Дешті Қыпшақ даласы туралы не білесің? Қыпшақтардың этникалық құрамы жайында қандай пікірлер бар? Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауына не себеп болды? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына әсер еткен жағдайлар. Қазақ жерінде бір ғасырдан астам уақыт өмір сүрген Қимақ қағанаты құлап, саяси үстемдік сан жағынан көп тайпа саналған қыпшақтардың қолына көшті. Енді қыпшақтар 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекетіндегі саяси дағдарысты шебер пайдаланып, оғыздарды Сырдарияның орта ағысымен Арал, Каспий маңынан ығыстырды. Осылайша 11 ғасырдың ортасына қарай тек Жетісу өлкесі ғана қыпшақтардың құрамына кірмеді. Қыпшақтар кейін шекарасын батысқа қарай созып, оңтүстік орыс далалары мен Қырымға дейінгі жерлерді басып алды. Сөйтіп, Донға дейінгі жерлерге өз билігін орнатты. Киев Русінің шекарасына барып орналасқан түркі тілді тайпалар орыс жылнамаларында половецтер деп аталды. Дешті Қыпшақ даласы. Араб деректерінде Алтай тауларынан Дунай өзеніне, Балқаш көлінен Қара теңіздің батыс жағына дейінгі аумақтар 11 ғасырдан бастап Дешті Қыпшақ немесе Қыпшақ даласы деп атала бастады. Бұл далада тек қыпшақтар ғана емес, басқа да түркі тайпалары да тұрған. Қыпшақтар ең үлкен тайпа болғандықтан бұл аумақ Қыпшақ даласы деген атауға ие болды. Қыпшақтардың этникалық құрамы. Дешті Қыпшақ даласын мекендеген қыпшақтар Еділ өзені бойымен шығыс Қыпшақ және батыс Қыпшақ болып екі этно аймаққа бөлінді. Шығыс Қыпшақтар немесе Қара Қыпшақтар бірлестігінің құрамында 16 тайпа болды. Бұл тайпаларды Елбөрі руынан шыққан хандар басқарды. Бұлар негізінен Қазақстан жерін мекендеді. Ал Қыпшақтардың батыс бірлестігі Сары Қыпшақтар құрамында 11 тайпа болды. Бұл тайпаларды Тоқсоба әулеттік ру басқарды және Дунайдан Еділге дейінгі аумақты иеленді. Билік жүйесінде қатал тәртіп сақталды. Қыпшақ қоғамы жоғардан төмен қарай басқарылып, хандар және ақсүйектер, басқақтар, бектер, байлар, ру тайпа көсемдері болып жіктелді. Байлардың байлығы малмен өлшенді, әсіресе жылқы байлықтың көзі болып есептелді. Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауы. Көне түркі дәстүрін ұстанған Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлініп басқарылды. Оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың, яғни батыс бірлестігінің ордасы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы. Сол қанат, яғни шығыс бірлестігінің орталығы Сығанақ қаласы болды. Қыпшақтардың күшеюінен сескенген Хорезм шахы түрлі әрекеттер арқылы хандықты әлсіретуге тырысты. 13 ғасырдың басында Хорезм шахы Мұхаммед Қыпшақ билеушілері арасындағы алауыздықты пайдаланып, Сығанақ қаласын басып алып, қыпшақтарды солтүстікке ығыстырды. Сыр бойы қалалары үшін қыпшақтар мен Хорезм шахы арасында қақтығыстар жиі болды. Бұл қақтығыстар Қазақстан жеріне Моңғол әскерлері басып кіргенше жалғаса берді. Қыпшақ қауымының ішіне кірген ру тайпалар Моңғол шапқыншылығынан кейін 15 ғасырда тарих сахнасына қазақ атауымен қайта шықты. Олар ежелден сыр бойын мекендеген тайпалармен қосылып, қазақ хандығын құрды. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар.
Окуучулар, эгер кыскача конспектти окуп болсоңуздар, тапшырманы орундайлык. Тапшырма окуган конспектиңизди эске түшүрө отуруп, кыпшактардын әлемдеги кай мамлекет менен байланыш орнатканын жазыңыздар. Ошол жерде окуучулар дурус жооп саны 6-дан кем болмау керек. Окуучулар, эгер сиздер тапшырманы орундап болсоңуздар, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.